Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін шұжық қосылған пәтірнан дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге керекті 1 стакан су қосамыз, 2 ас қасық сұйық қосамыз, 1,5 шай қасық тұз қосамыз, 1 стакан айран қосамыз, жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Осының барлығын араластырып, үстіне ұнымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай бөлшектерге бөліп шығамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті шұжық, 1 пияз, 2 майдалап турап аламыз. Табамызды қыздырып, қуырып аламыз. Үстіне 3 ас қасық ерітілген сары май қосамыз. Міне салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды барлығын осылай қылып жайып аламыз. Үстіне салмамызды саламыз. Ары қарай осындай қылып орап аламыз. Барлығын осындай видеодағыдай біріктіріп шығамыз. Ары қарай жайып, тавамызға саламыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне пәтірнанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Баршаңызға көп рахмет.